Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, сіздермен мен Нұрлан. Мен сіздерді интернет бизнес және табыс мүмкіндіктерімен таныстырғым келіп отыр. Full Energy компаниясының маркетинг планы бұл бизнеске және табыс табуға ерекше мүмкіндік қазір оған көздеріңіз жетеді. Қандай да болсын компанияда сияқты, бұл компанияда да бизнес пакеттер бар. 6 бизнес пакет. X1, X2, X3, X5, VIP премиум деп аталады. Бұның условный единицамен есептеледі. Бір условный единица дегеніміз 70 рубль. Яғни X1 7000 рубль тұрады, не болмаса 55.000 теңгеге шаққанда. Конвертациясы бар, жеткізуі бар деген сияқты. Адамға 3 өнім беріледі, 50 балл есептеледі. Солай өсе береді. X2, X3, премиум ең үлкен пакет 2000 условный единица, яғни 140.000 рубль, не болмаса 1 миллион теңгенің көлемінде. 60 өнім 1000 балл есептеледі. 60 өнімді қажетіне қарай бөліп алуға болады. 3 айдың ішінде апгрейд жасауға болады қандай да пакетке. Осы пакеттерді алғанда 8 түрлі табыс көзі ашылады. Инвайт бонус, структурный бонус, бинарный бонус, клиентский бонус, матчинг бонус, глобальный пул, ранговый бонус, және де вояж бонус деп аталады бұл бонустар. Инвайт бонус дегеніміз басқа компанияларда реферальный бонус деп аталады. Тікелей шақырған адамның алған пакетінің сомасынан 10-нан 30%-ға дейін төленеді. Яғни X1, X2 10% алады, X3, X5 20%, VIP пен премиум 30% алады. Бинар бонусы. Бинар бонусы өздеріңіз білесіздер, сіздің структураңыз екі жаққа сізден кейін бөлініп отырады. Сол кіші тармақтағы товар айналымнан 5%-дан 10%-ға дейін төленеді. Яғни бұл да пакетке байланысты. X1 5% алса, X2 10% солай өсе береді. Ең үлкен премиум деген пакет осы бинардан 30% алып отырады. Ары қарай бонустар мына квалификацияны орындауға байланысты. Квалификация өткен айда кіші тармақ бойынша жасалған товар айналымнан есептеледі. Звезда деген квалификациядан басталады, бұл 200 балл. Лидер деген 500 балл, региональный лидер 1000 балл, федеральный 3000, национальный 10.000, международный 50.000, топ-лидер 100.000, амбассадор 300.000, және де советник квалификациясына жету үшін кіші тармақтан 1 миллион балл жинау керек. Ары қарай мен айтып кеткенде, осы квалификацияны орындауға байланысты табыстан табыс, матчинг бонус алуға болады. Бұл 7-ші деңгейге дейін төленеді. Егер де сіз звезда квалификацияны орындасаңыз, онда бірінші деңгейден, бірінші уровеньнен 20% аласыз. Лидерға жетсеңіз, 2 уровеньнен алып отырасыз. Ал енді топ-лидер және де одан жоғары квалификацияны орындасаңыз, 7 деңгейден 60% алып отырасыз, ойлаңызшы. Бірінші деңгейден 20%, бірінші уровень. Екінші, үшінші 10%, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші уровеньден 5%-дан алып отырады. Ранг бонусы. Карьера бойынша бір сатыға жетіп, сол деңгейде 3 ай тұрған адамға сыйақы беріледі. Яғни региональный лидер дегенден басталады, планшет беріледі, федеральный лидерға смартфон, национальный лидерға ноутбук, международный лидер 2 адамға саяхат, топ-лидерға VIP саяхат 2 адамға, амбассадорға машина, автомобиль, советникқа квартира беріледі. Структура бонусы. Структура бонусы бұны активация деген бар басқа компанияларда. Ал енді ондай активация деген бұл компанияда жоқ, бірақ та өнімдер өте керемет болғандықтан қандай да болсын адамда, қандай да болсын партнерлар міндетті түрде ол товарды қайта-қайта алады. Сол өзіңіздің структураңыздан, өзің командаңыздың адамнан қайталап алған товар айналымнан сізге
компания пайыз төлеп отырады. Яғни сіздің пакетіңіз X1 болса 5%, X2 болса 6%. Солай өсе береді деп, премиум деген ең үлкен пакет 10% алып отырады осындай сатылымдардан. Ал егер де сіз квалификация болса бойынша еще топ-лидер, амбассадор және советникті орындасаңыз, ол жағдайда 8-ші деңгейден, 8-ші уровеньнен бастап, шексіз түрде 1%-дан 3%-ға дейін осындай сатылымдардан табыс көріп отырасыз. Бір ғана шарт, осы бонусты алу үшін айына бір рет активация жасап отыру керек. Айдың басында 35, не болмаса 70 условно единица дейді ғой. Клиент бонусы. Бұл негізі Full Energy дегеніміз интернет-магазин. Кәдімгідей, енді әркім бұл магазинге кіре алмайды, тек қана сілтеме бойынша кіреді. Кімде кімнің сілтемесі бойынша адам сол магазинге кіріп, өзіне бір өнімді таңдап алып, өзі ақшасын төлеп, компания оған сол өнімді жеткізіп береді. Ал сол сілтемесін берген адам содан 30% пайда көреді. Яғни сіздің сілтемеңіз бойынша кімде кім интернет-магазинге сауда жасаса, сізге компания 30% төлеп отырады. А қалған 70%-ы жаңа мен айтып кеткен жоғарыдағы структурный бонусқа есептеліп кетеді. Глобальный пул дейді, бұл әлемдік товар айналымынан 1% пен 3%-ға дейін лидер арасында бөлінеді. Топ лидер 1%, амбассадор 2%, советник 3%. Вояж бонусы деген бар. Бұл командамен керемет саяхат. Бұны компания президенті жылына бір рет жариялайды. Енді жаңа өздеріңіз тыңдап шықтыңыздар, қандай мүмкіндіктер. Реферальный бонус 30%-ға дейін мен осы күнге дейін естімеппін. Бинар бойынша 30% дегенді де естімеппін. Оған қосып жаңағы табыстан табыс 7-ші уровеньге дейін, ойлаңыздар, 7-ші уровеньге дейін алып болады. Не болмаса жаңағы структурный бонус, табыстан табыс 7-ші деңгейге, не болмаса шексіз түрде. Бұл болашақта ең табыстың бір көзі деп ойлаймын. Өйткені қараңыздаршы, міне қазірдің өзінде сол нелерді, шарттарды орындаған адамдар мынандай жетістікке жетіп жатыр. Бір айдың ішінде 3.581.760 рубль тауып отыр. Бұны енді өзіңіз теңгеге шақырып есептей беріңіз. Не болмаса, бір жарым аптада 242.970 рубль. Яғни бұны да теңгеге шақсаңыз, қанша екені шығады. Сонымен ағайын, назарларыңызға рахмет. Бұл жалғанда табыс тауып бір жетістікке қол жеткізетіндер ақылды, не болмаса күштілер емес. Тез іс-әрекет жасап, тәуекелге барғандар ғана қол жеткізеді. Сондықтан осы мен берген ақпаратқа көңіл қойып, әлде болса зерттеп, тезірек іс-қимыл жасаңыз. Сол кезде жақсы жетістіктерге қол жеткізесіздер деп мен уәде бере аламын. Енді сұрақтарыңыз қалса, осы видеоны жіберген адамға хабарласыңыз. Және де осы каналда, не болмаса осы видеоның астында осы компания туралы видеоға, оның өнімдері туралы видеоға, түрлі әлеуметтік желілерге сілтемелері бар. Соған өтіп тағы да қосымша ақпарат алуға болады. Сау саламатта болыңыздар, аман есен болыңыздар.